Бұл жер қайтпас қайсар ерлік пен аласармас өрліктің белгісі. Шайлықпас батырлық пен қаймықпас батылдықтың жіңішке соқпағы осы жерден бастау алған. Бұл қазақтың маңдайына біткен даңқты Батырұлы Бауыржан Момышұлының туған ауданы. Армысыздар ардақты ағайын. Эфирде Әулие ата әлеуеті бағдарламасы. Сіздермен бірге Думан Мұхамедқали. Бағдарламаның бүгінгі санын Жуалы ауданына арнамақпыз. Жуалы ауданы Жамбыл облысының оңтүстігіндегі әкімшілік бөлініс. 1928 жылы құрылған. Жер ауданы 4,2 мың шаршы шақырым. Аудан Түркістан облысы, Талас ауданы, Жамбыл ауданы және Қырғызстан мемлекетімен шектеседі. Тұрғыны 51.796 адам. Аудандағы 49 елді мекен 15 ауылдық әкімшілік округке біріктірілген. Орталығы Бауыржан Момышұлы ауылы. Жуалы ауданы жерінің басым бөлігін Жуалы таулы үстірті алып жатыр. Солтүстігі мен солтүстік шығысын Қаратау жотасы, батысы мен оңтүстік батысын Боралдай тауы, оңтүстігінен Талас алатауы қоршайды. Әулие ата әлеуеті тележобасының түсірілім тобы ең бірінші аудан басшысына жолығуды жөн санады. Кезінде Бауыржан сияқты ірі тұлға Батыр ағамыз, Шерхан ағамыз, генералдар ауданы дейді, өйткені 11 генерал шыққан. Соның бәрі осы Жуалы осы ауа райына байланысты деп ойлаймыз. Аудан негізінен ауыл шаруашылығымен айналысады. 2200 гектарда картоп егеміз. Егістік бар, бидай, арпа, әрқайсысы 23 мың гектарда егіледі. Және де мал шаруашылығы негізінен осы халық малмен айналысады. Бағдарламаның түсірілім тобы Нұрлы Солар күн электр станциясына келді. Бұл станцияның осы аймақта Жуалы ауданында салынуының өзіндік себебі бар. Біріншіден Қаратау тауының жанында, яғни жоғары нүктеде орналасқан. Екіншіден аудандағы ауа райының қолайлығы. Егер күн күрт ысып кететін болса, мына панельдердің беті қызып, тиісті мөлшерде электр энергиясын өндіре алмайды. Керісінше аздап соғып тұрған жел күн электр станциясы үшін аса тиімді. Мұндай нысанның салынуы энергетика ресурстары балансының 70% әлі көмір болып отырған елдегі жаңартылған энергетиканы дамытудың қарқын алып келе жатқанының айқын куәсі. Жуалы ауданындағы Нұрлы Солар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі күн электр станциясы. Нұрлы Солар станциясының екінші кезеңгі кешенінің құрылысына 22 миллиард 667 миллион теңге қаражат жұмсалған. Оның 7 миллиард 804 миллион теңгесі United Green самұрық қазына жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншікті қаржысы болса, қалған 17 миллиард 580 миллион теңге Еуропа қайта құру және даму банкі мен таза технологиялар қорынан алынған. Это вот солнечные панели, которые составляют здесь общее количество 193 тысячи. Бұл жердегі күн панельдерінің саны 193 мың. Күн энергиясы анау тұрған кіші жәшікке жиналады. Одан кейін инверторлық станцияға келеді. Бұл жерде тұрақты тоқ, айнымалы тоққа айналады. Жоғары вольтты желілерге жіберілу үшін. Жоба бойынша инверторлық 16 станция бар. Тоқ бұл станциялардан трансформаторлық аралық станцияға жіберіледі. Ары қарай жалпы ұлттық кегок желісіне жөнелтіледі. Жуалы аудандағы Алаңқайда орналасқан күн электр станциясының аумағы 150 шаршы шақырым. Қуаттылығы 100 мегаватты құрайтын баламалы қуат көзін өндіру орнын салу жұмыстарына 300 адам тартылған. Нысанда қазіргі уақытта 200 адам жұмыспен қамтылған. Ақсай 2016 кооперативі. Мұнда 830 бас, етті әрі қара бар, және 1153 бас сүтті сиыр бар. Күніне 7 тоннаға дейін сүт өндіреді екен. Елбасы жолдауындағы ауыл шаруашылық дамыту жоспары бойынша 2016 жылы қолданысқа кооперация бағдарламасы енген болатын. Кәсіпкерлікті дамытуға қозғаушы күш болатын. Дүние жүзінде, іс жүзінде сыналған әдіс ол кооператив. Осы Ақсай ауыл округі осы кооперация бағдарламасын алып, халықты жинап, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, сол жерден біз 29 адам болып біріктік. Басында Ақсай 2016 ауыл шаруашылық өндіріс кооперативі құрылдық. Сол 29 адам 102 миллион алды.
осылай жеке мал алып сауын сүт бағытында кооперативіміз жұмыс істеді. Одан ары қарай осы жұмыстың несіне байланысты, бірлікке байланысты ары қарай тағы да қызығушылық танылды. Адамдар уже ары қарай сүтпен де ет бағытында да жұмыс істейтін адамдар шықты. Содан міне қазір 2018 жылы бізге 130 адамға жеттік. Осы уақытқа дейін бұл кооператив сүт, ет бағытында жалпы 470 миллион теңгенің өнімін өндірген. Мемлекеттің де бұл жерде жеңілдіктерін атап өткеніміз жөн болар. Өткізілген сүттің әр литріне 10 теңге субсидиясы бар. Жанармайға, жемге осы сияқты жеңілдіктер қарастырылған. Ал ет бағытын субсидиялау әзірге тоқтап тұр. Бұл ауданда сүт өнімін өндіретін 3 зауыт жұмыс істейді екен. Жұмысымыз жақсы, алдағы жоспарларымыз осы сүтті дамытып, үлкен бойны цехтар соғылсақ, сүт қабылдайтын пункттер, сүт тасымалдайтын көліктер алсақ, техникалар алсақ, тек қана мал шаруашылығымен емес, тағы да егін шаруашылығымен де ары қарай дамытсақ деп отырық. Думан енді Бауыржан Момышұлы музейін бетке алды. Бауыржан Момышұлы мемориалдық музейі Жуалы ауданы Ақсай округінің Қайрат ауылында орналасқан. Мына мен отырған үстел Бауыржан атамның жұмыс үстелі. Мына баспа мәшінкесі де Бауыржан атамның жазу жазған мәшінкесі. Бұған дейін талай жазушының, талай осындай ескі мәшінкелерді көріп жүрміз, бірақ қазақша әріптері бар мәшінкені шын айтайын бірінші рет көріп тұрмын. Бұл жерде Бауыржан атамның қолданған барлық заттар бар. Мұздатқыш, холодильник, шкаф, тіптен мына кресло, Бауыржан атамның жатқан төсегі. Аталарымыздың үйінде көретіндей осындай төсектің астында анандай чемодан да болады. Бұл да Бауыржан атамның қолданған чемоданы. Керемет жәдігерлер. Музей қорында жалпы 2282 жәдігер бар. Түскен жәдігерлер дер кезінде есепке алынып, тіркеу кітабына тіркеледі. Экспозицияда 1139 жәдігер қойылған. Онда Бауыржан Момышұлының әскери киімі, гвардиялық белгісі, өз қолымен ойған оюлары, альбомы, алған құрмет грамоталары, домбырасы, барлығы дерлік пайдаланылған заттары бар. Тіпті Бахадүр бабаның күл салғыш мүштігіне дейін сақталған. Бауыржан атамыз жаңағы соғыс кезінде бір батальон басқарған, жаңағы рота дейміз ғой, сол батальонда атамыз аға лейтенант шенінде басқарған. Кейін Бауыржан атамыздың көтеріліп, мұндағы полковник шеніндегі өзінің киген жаңағы пальтосы, бас киімі, басына киген жаңағы папақысы, және де өзінің қолына ұстаған қол папкасы, планшеті, және де сол кісінің өзінің аяғына киген етігі. Мұнда енді қария кезінде киген жаңа пальтосы, тақия, ол тақияны Бауыржан атамыздың досы Сәбит Мұқанов атамыз сыйға берген екен. Мұндағы қол таяғы Бауыржан атамыздың әкесі өзінің қолынан жасап берген екен баласына, және дегі сол кісінің өзінің беліне таққан белдігі. Мына жерде Бауыржан атамыздың өз қолымен жазған хаттары да сақталған екен. Соның ішінде бауырына жазған бір хаты тұр. Мазмұны тіптен қызықты, әрі қатал. Мәке, жеңге екеуміз денсаулық жағынан бәйге алып жүрген жоқпыз. Әлия пұшықты қарсы алғын, тыңдағын. Балаларын өлсең де тірілсең де орналастырғын. Тілімді алмасаң сені цк арқылы өз қолыммен құртамын дейді. 12-сі 9-66 жыл ағаң Бауыржан дейді. Музейде Баукеңнің қарулас жерлестері атты бұрыш бар. Мұнда Жуалы ауданынан Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер жайында ақпараттар мен алған төсбелгілері қойылған. Сондай-ақ Ұлы Отан соғысына куә шаһарлар Волгоград, Минск, Курск, Санкт-Петербург, Одессадағы бауырластар зиратынан әкелінген брус топырақтар қойылған. 2018 жылы 25 шілде күні Жуалы аудандық орталық кітапханада коворкинг орталығы ашылды. Орталық 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлме еуропалық стильде жабдықталса, екінші бөлме ұлттық нақышта безендірілген. Бұл орталықтың ашылу мақсаты оқушыларды
компьютерға тәуелді етпей кітап оқуға тарту. Ұлттық өзіміздің құндылықтарымызды, тарихымызды осы балалардың бойына сіңіру. Негізі коворкинг дегеннің өзі ағылшыннан аударылғанда оқырмандарға жайлылықты ұйымдастыру, сондай-ақ жаңағы өздерінің бос уақыттарын тиімді пайдалану үшін осы жерде арнайы шахмат, шашып ойнайды, бұл жерде кітап оқылады, сондай-ақ осы жерде ақыл кеңестер, семинар, тренингтер өткізіліп жатыр. Коворкинг орталықтары Еуропа елдерінде сұранысқа ие. Тіпті олар үй жағдайында да осындай орталық ашып, жалға береді екен. Коворкингке жергілікті бюджеттен 2 миллион 200 мың теңге бөлінген. Қаражатқа заманауи үстелдер, кілем, диван және теледидар мен музыкалық аппаратура алынған. Бағдарламаның түсірілім тобы Жуалы мектеп-лицейіндегі IT сыныпқа келді. Бұл сынып Жамбыл облысында алғаш болып ашылған. IT сынып 10 оқушы, бір мұғалімге арналған барлық құрал жабдықтар және компьютерлермен қамтамасыз етілген. Мұнда 8 және 16 жас аралығындағы оқушылар оқытылады. Біздің аудандық IT комитетте қазіргі таңда аптасына 3 топ 30 бала қамтылған. Балалар негізінен бағдарламалау, 3D дизайн және робототехника курстары бойынша білім алып жатыр қазіргі таңда. IT сыныпта оқушылар STEM Центр академиясының 3 модульден тұратын оқуын оқып, сертификатталады. Олар бірінші оқу модулінде бағдарламалауды игеріп шығады. Онда оқушылар робототехника меңгереді. Мына баланың жасап шығарған құрылғысы мүмкіндігі шектеулі жандарға таптырмайтын бұйым. Бұл көзі көрмейтін зағип жандарға арналған. Бұл алдағы кедергілерді 50 сантиметрден бастап өзі дауыс шығару арқылы кедергілерді білдіреді. Яғни көзі көрмейтін адамдар осымен емін-еркін жүре алады. Көрсетші қалай жұмыс жасайды? Арнат болашақта ғалым болғысы келеді. Техника ғылымында тың жаңалықтар ашып, қоғамға қажетті құлтемірлер құрастыру оқушы мақсаты. Ол өз ауданында арманына қанат бітірген IT сыныбының ашылғанына қуанышты. Менің жобам автодиск бағдарламасы арқылы жасалып жатыр. Ол бағдарлама арқылы біз 2D және де 3D жобаларында істей аламыз. Мысалға айтып кетсем, мен өзімнің жобам ол 3D құралдарды пайдалана отырып шахматтың тастарын жасау. Және де оны осы 3D принтер арқылы басып шығарып жатырмын. Бұл IT комитетінің ерекшелігі биыл осы оқушылар ақысыз тегін білім алуда. Өздерінің физика, математикадан алған білімдерін одан ары қарай шығармашылықпен ұштастырып жатыр. Жуалы ауданында ордасы орта ғасырдан сыр шертетін Барқуап қалашығы бар. Барқуап қаласы біздің заманымызға дейінгі 3-ші, біздің заманымыздың 4-ші ғасыр аралығында өмір сүрген. Барқуап сөзі парсы тілінен теріс деген мағынаны білдіреді екен. Онына осы арада ағып жатқан өзеннің атына байланысты дейді зерттеушілер. Мына өткен жылы осы ауылдың ішінде бірнеше барлау қазбалары салынды. Нәтижесінде ерте орта ғасырға және сол Қарахан дәуіріне тән көптеген жәдігерлер табылды. Жәдігерлердің барлығын біз Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің геоархеология зертханасында нақтыланып зерттелді. Солардың берген сараптама қорытындысына сәйкес, қала өз заманына сәйкес орта ғасырлардың кезінде әсіресе мына Ұлы Жібек жолының бойындағы ең ірі мәдениеті дамыған, саудасы қарқын дамыған, әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсарған қалалардың бірі болған. Болжам бойынша бұл жерде 3-4 метр тереңдікте біздің дәуірімізге дейінгі 1-2 ғасырлар мен біздің дәуіріміздегі 1-2 ғасырлар аралығында өмір сүрген халықтардың ерте заманғы мәдениетіне жататын археологиялық қабаттар бар. Өзгенің бәрін қисаңда жуалыны қимайсың, бөктеріп алып кетерем, ат сауырына симайсың деп асан қайғы жырлаған. Жуалы ауданы жайлы шығарылымымыз осымен тәмам. Жақсы күнде жүздескенше аман сау болыңыз көрермен.